Тамақтан улану ішек инфекциялары халыққа үлкен қауіп төндіретіні сөзсіз. Өңірлік коммуникациялар қызмет алаңында жедел ішек инфекцияларының алдын алу, азық-түлікті сақтау және дайындаудағы сақтық шараларын ұстану талаптар айтылды. Диалог алаңында облыстық санитариялық эпидемиологиялық бақылау департаментінің өкілдері тамақтан улану ішек инфекциясының топтық аурулары әлі күнге дейін тұрғындар үшін қауіп төндіретінін айтты. Жедел ішек инфекцияларының ботулизмнің және ерсиниоздың алдын алу үшін қарапайым тазалық шараларын сақтаумен қоса тек сапалы өнімді қолданып, тамақ даярлауда қатаң өндірістік бақылауды жүргізу қажет. Ас ауқат даярлау ісіне қатысатын қызметкерлер де санитариялық эпидемиологиялық талаптарды мүлтіксіз орындауы тиіс деді. Қоғамдық тамақтану объектілерінің қызметкерлері заңнамада белгіленген тәртіппен мерзімді медициналық тексеруден, гигиеналық оқытудан өтуге және гигиена ережелерін сақтауға міндетті. Ішек жұмысы бұзылуының белгілері бар, сондай-ақ қолында жаралары мен іріндері бар қызметкерлер жұмысқа жіберілмейді. Қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес қоғамдық тамақтандыру орындары санэпидемиологиялық қорытынды тиісті актілер болған кезде ғана өз қызметін жүзеге асыруы шарт. Санэпид қорытындысыз ол объектілер жұмысы заңсыз деп танылады. Тағы бір айтары, білім беру нысандарында ұжымдық тамақтандыру қызметін ұсынатындар кейбір тағам түрлерін әзірлемеуі керек. Мектеп оқушылардың тамақтандыру ұйымдастыру кезінде флоттық макарон, фаршмак, желе, паста, фаршталған құймақ, күрделі 4 компоненттен астам салаттар, майонез және қаймақ қосылған салаттар, окрошка, кремі бар кондитерлік өнімдері, жұмсақ пісірілген жұмыртқа, глазуния жұмыртқаларын жасауға және сатуға жол берілмейтінін есте ұстаған жөн. Тамақтан уланғанда жіті ішек инфекцияларын жұқтырғанда 2-4 сағат аралығында науқастың бойын әлсіздік билеп, бас ауырып, жүрек айнып, құсуы, нәжісі сұйық болып күніне 10-15 рет қайталануы, дене қызуының 38-39 градусқа дейін көтерілуі байқалады. Және биылғы жылы біздің аймақта жаппай улану жағдайлары тіркелген. 2024 жылдың өткен кезінде ішек инфекциясының топтық ауруының 3 жағдай тіркелді. Зардап шеккендердің саны 90 адам, оның ішінде жағалаудағы пансионаттың бірінде 50 адам ауырған, ұйымдасқан ұжымға арналған жабық мекемеде 34 адам және Теміртау қаласының мейрамханасында 6 адам ауруға шалдыққан. Әдетте күзгі маусымда жеміс көкөністерді консервілеп қысқа қамданып жатамыз. Сайыс мамандары бұл ретте де үйде консервіленген тамақ өнімдерін және ашытып әзірлеген тағамдарды қолданғанда, ысталған немесе кептірілген балық, ет, шұжық өнімдерін тұтынғанда да ботулизм сырқатына душар болу қаупі бар екенін айтты. Консервіленген банка қақпағы көтеріліп ісініп кетсе, өнімде көпіршік болса, ол өнім қауіпті және ботулизм адам өліміне жеткізетінін де қатаң назарда ұстаған жөн. Ең маңызды белгі бұл тыныс алудың бұзылу, науқас кеудесіне ауа жетіспейді және аурулықты сезінеді. Бұл токсиннің тыныс алу бұлшық еттеріне параличтік әсеріне байланысты. Егер шұғыл медицина көмек болмаса, өлімге әкеледі. Консервіленген тағамдар ботулин токсиндері бірнеше жыл бойы сақталуы мүмкін. Сонымен қатар, тамақ өнімдерінде ботулин токсинін болу олардың дәміне әсер етпейтінін білу керек. Бақыт Құлматова, Шалқар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5-ші арна.